Tamam. Ya дайым. Arkadaşlar, оттарды, күшті нелерді, реакцияларды жіберіп тұрыңыздар. Сондай күшті көңіл күймен жалғастырайық, тамам мı? Tamam. Olay Ага. болса, tamam. Бастайық. Arkadaşlar, ilk önce tanışalım. Енді мен түрікше кішкене араластырып кетсем, енді Түркияға тапсырасыздар ғой, бәрібір үйренесіздер. Тамам. Аты жөніңіз, жасыңыз, қай қаладансыз? Тек бір-екі студент айтып өтсе, немесе мына чатқа жазсаңыздар болады. Иә, бір-бірімізге кедергі жасамау үшін. Вау! Оттарыңызды көріп жатырмын, рахмет. Чатқа жазсаңыздар, неше жастасыз, қай қаладансыз? Айзада ханым, Түркістан. Аяулым ханым, 16 жас. Вау, күшті. Атырау. Балым ханым, 16 жас. Семей. Күшті. Ұлжан ханым, Шымкент. Түркістан. Гүлнара ханым, Оразгүл ханым, 22 жас. Алматы. Süpersiniz. Çok güzel. Танысқанымызға, танысқаныма өте қуаныштымын. Сымбат ханым, 17, Шымкент. Süpersiniz arkadaşlar. Керемет. Мен 11 сынып бітірдім, бұйырса 17-ге толамын. Жетісай қаласы. Süpersiniz, өте керемет. 11-ші сыныпты бітіріп жатқан болсаңыздар, немесе магистратураға түскілеріңіз келетін болса, бүгінгі сабақ, консультация сіздерге арналады. Бүгін толық ақпарат айтатын боламыз. Бағаларды бәрін айтамыз, иншалла. Tamam arkadaşlar. Рахмет. Ага. Arkadaşlar, енді араларыңызда мені танымайтын кісілер бар ма, немесе танитын кісілер бар ма? Менің студенттерім де отырған сияқты, иә? Қателеспесем, Аяулым ханым. Ага. Танымайтын кісілер танымаймын деп жазсаңыздар, танитын кісілер танимын деп жазып кетсеңіздер. Тани musunuz? Evet. Танимын дейді Оразгүл ханым. Аяулым ханым, танимын, süpersiniz. Танимын сізді, танимын, танимын, апай. Süpersiniz, arkadaşlar. Танисыздар, сонда да мен өзімді бір таныстырып өтейін, иә. Менің есімім Хабиба, білесіздер. Мен Сулейман Демирел колледжі және Сулейман Демирел университетінің түлегімін. Сулейман Демирел университетінде мұғалім болып сабақ бердім. Өзімнің 5 жылдан бері түрікше Хабиба атты онлайн мектебім бар, иә. Осы күнге дейін 5 мыңнан астам студентке түрік тілін үйретіп, олардың Түркияда оқуына себепші болдым. Дәл қазір өзіміздің командамызбен әртүрлі университеттермен келісім шартқа отырып, қазір Түркияға оқуға түсіруге көмектесіп жатырмыз. Танимын дейді. Süpersiniz arkadaşlar. Çok güzel. Керемет. Arkadaşlar, енді Түркияда не үшін оқығыларыңыз келеді? Чатқа жазсаңыздар, мен барлықтарыңыздың хаттарыңызды оқып жатырмын, оттарыңызды оқып жатырмын. Не үшін Түркияда оқығыңыз келеді? Магистратураға оқуға. Tamam, çok güzel. Не үшін оқығыларыңыз? Өзіме ұнайды, қалаймын дейді. Арманым. Я негізі Түркияда оқу, жалпы Стамбулда оқу барлық адамның арманы сияқты. Менің аудиториямның, иә. Tamam, Оразгүл ханымның дауысын өшіре тұрайын. Arkadaşlar, бір-бірімізге кедергі жасамау үшін тек сөйлеген кезде ғана дауысымызды қоссайық, иә? Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Қазір түрік тілі қатты ұнайды. Иә, түрікше сериалдар сияқты өмір сүру, сол жақта оқу керемет, иә? Магистратураға тапсырғым келеді. Керемет. Tamam arkadaşlar. Tamam, арман. Көплеріңіздің армандарыңыз. Енді осы жылы, енді қараңыздар, дәл қазір Түркияға оқуға түсуге мүмкіндіктеріңіз бар ғой, сіздер 11-ді бітіріп жатсыздар, немесе университетті бітіріп жатсыздар, иә? Осы жылы бакалаврға немесе магистратураға түсу мүмкіндіктеріңіз бар дәл қазір сіздерде. Осы жылы түсіп кетсеңіздер, иншалла, қандай сезімде болатын едіңіздер? Түрік болғым келеді бір сөзбен. Tamam, түріктер сияқты өмір сүргісі келеді екен. Tamam, қандай сезімде боласыздар? Осы жылы Түркияға оқуға түссеңіздер. Жүрегім жарылып кетер еді. Неге болмасқа? Иә, неге болмасқа? Tamam, көріп тұрмын. Иә, жағдай жасалған диплом береді. Тағы да. Қандай сезімде боласыздар? Талып қалатын шығарым дейді. Мен Tamam, той жасар едім дейді. Өте қатты қуанышты күйде боламын. Tamam.
иә arkadaşlar, жалпы негізі түріктерде сөз бар ғой, хаял edebiliyorsanız yapabilirsiniz. Егер де сіздер армандай алған болсаңыздар, жасай аласыздар. Және де бүгін сіздердің қосылып отырғандарыңыз осы жерде бекерден бекер емес. Иншаллах, сіздер де оқуға түсу мүмкіндіктеріңіз бар, иә. Енді мен сіздерге айтпаймын бұл жақта грантқа түсе аласыздар деп, себебі гранттың уақыты өтіп кетті, иә, білесіздер, түркия бурсларының. Ал енді ақылы түрде қалай түсуге болады, бағалары қанша, солардың барлығын бүгін сіздерге ашық түрде айтатын боламын. Аха. Tamam, annem de anne diyor дейді. Tamam arkadaşlar, және де сіздерге күшті жаңалығым бар. Осы жерде қазір отырған студенттердің арасынан екі студентке біз жеке консультация жасайтын боламыз, сіздердің араларыңыздан іріктеп. Сол үшін белсенді, жақсы қатысып отыруларыңызды сұраймын. Tamam mı arkadaşlar? Ага. Tamam. Олай болса бастайық па? Hazır mısınız? Arkadaşlar, бірден айта кетейін, бұл жерде мен өзім жалғыз жүргізбеймін. Біздің кураторымыз бар, Мұхаммедша мырза. Мұхаммедша мырза қазір өзін таныстырып өтеді. Мгм. Екеуміз бірге жүргізетін боламыз. Tamam, hazır mısınız? Дайынсыздар ма? Tamam, оттарыңызды көріп жатырмын. Tamam. Иә, иә. Tamam arkadaşlar, олай болса бастайық. Иншаллах, осы жылы Түркияға оқуға түсіп кетіңіздер. Мұхаммедша мырза, олай болса сөзді сізге бердім. Мгм. Бұйырын. Ы? Так, барлықтарыңызға сәлем. Мен негізі өзіме управлениені алсам, қазір send request'ті жіберемін сізге. Иә? Tamam. Сіз өзіңіздің демонстрацияңызда там өшіре қойсаңыз 1 минутқа. Мен өшіре салайын ба? Мен өзім қосып ары қарай. Шығып кетейін ба? Жоқ, былай. Так, Шығып кетейін. Tamam. все. Енді барлықтарыңызға көрініп тұр деген үміттемін. А, жаңа мен өзімді таныстырып өтейін. Менің атым Мұхаммеджан болады. Барлықтарыңызға танысқаныма қуаныштымын. Мен Түркия бурслары программасы бойынша, жаңа гранттық айтқаным бойынша, Анадолу университетінде оқимын. Осыдан Түркияға 5 жыл бұрын түскен болатынмын. Енді Түркияға түскеннен бастап мен жалпы адамдарға көмектесіп бастадым, осы жерге түсіріп деген секілді. Бірақ ең бастысында мен Түркияға вообще қайдан білдім, қалай неғылдым, осы идеяға келдім. Ол біздің Түркияның неофициальный амбассадоры деп айтып өтейін. Хайба ханымнан біліп, сол жерден түркияны үйреніп, солай келген болатынмын. Өзімде енді бірнеше варианттар болды. Жаңа Назарбаев университетіне түстім, жаңағы Венгрияға түстім. Бірақ менің өзімнің лично қалағаным осы Түркия болды. Түркияға осымен келдім. Қазіргі таңда осы уақытта бір 200-дей шамасында студенттерге жайғастырып осы жерде түсірген болатынмын. Енді в целом келесі сұраққа көшейік. Менімен енді бір таныстыңыздар. Жалпы Түркияда не үшін оқу керек? Сол мәселесіне келейік. Мен енді бірнеше варианттар болды, бірақ мен неге таңдадым деген себеп. Өзім үшін бұл халықтың өте жақындығы болды маған, түрк халқының. Бұл жердегі жасау, өмір сүру качествосы деп айтсақ, ол да өте жоғары болды. Мен өзіме жақын мемлекет болғаннан кейін таңдадым. Енді әркімнің әрине өзінің себебі болады. Мысалы, дәл осыны сіздер комментарийға жазып өтсеңіздер, қазір не үшін Түркияға түскілеріңіз келеді? Сізге Түркия осы жылы основной вариант ретінде қарастырасыз ба? Сол жағынан комментарийда бір көрсек, иә? Arkadaşlar, белсенді қатысып отырайық, иә? Иә. Бәрі көріп отырмыз. Ең белсенді қатысқан адамдарға, жаңа Хайба ханым айтпады, ең белсенді қатысып отырған адамдарға ғана личный консультация Все, береді. блядь. Поэтому соны жазып отырайық. Халқы ұнайды, Иә. үйреніп кету. Tamam. Мгм. Иә, әрине, ол түркі халқы енді осы жерге келгеннен кейін білесің, өте өзіңе жақын, бүйтіп қазақтарды да бір жақсы қарайды, түркі халқы деп, түрксіңіз дейді. Сол секілді осы күнге дейін енді ең қонақжай халық деп айтсам болады. Иә, Өте мейірімді халық, иә? өте мейірімді.
Жауаптарыңызды көріп жатырмын. иә, Ы, жүректеріңізді иә, көріп тұрамын. жүректеріңізді көріп жатырмын, қаншалық керемет. Сол, онда әркімнің өзінің причинасы бар. Енді мына жерде бір нақты айтып өтейік, иә, не үшін Түркияға қазір түсу керек жағынан. Ең бірінші нәрсе, ол бізде ент-сіз, экзаменсіз солай түсу мүмкіндігі. Қазір енді осы жерде мен көріп отырмын, 11-ші сыныптың студенттері жаңағы отыр, мектеп оқушылары отыр. Болмаса жай ғана университетті бітіргендер бар. Барлықтарыңызға ең күшті мүмкіндік ол экзаменсіз түсу мүмкіндігі. Ешқандай тапсырудың қажеті жоқ. ә, Тікелей аттестатыңызбен түссеңіз болады. Екінші мәселе, ол бізде минимальный цена, вот негізі государственный вуздарға бағасы арзан келеді, $1000 басталады қазіргі ең төмен бағадағы университеттер. Одан да жоғары кете береді, бірақ енді қазір бағалары бойынша нақтылап өтеміз. Қазір Қазақстанның бағасынан шамасай болып тұр. Екіншісі, ол студенческий жизнь доступный. Бұл жерде транспортный карталар бар. Мысалы, бір айға жаңағы 5000 теңгемен жүрсең болады. Осындай секілді специальный карточкалары бар. Студент деген аты бұл жерде құрметті. Кез келген жерде мен оқушымын, осы жерде оқимын дейтін болсаңыз, скидка жасап береді деген секілді. Сондай бір жақсы қаранысы бар. Ә, Тағы да бір маңызды мәселе, ол Erasmus. Мен өзім Erasmuспен барып келгем Европаға. Бұл жерде білесіздер, жаңа Европамен обмен бар. Қазақстанда да бар. Мен шалбарым жуғанып кетіп па, не кетпей қалатын болды, жүнсе кисем қысқа көретін сияқты білейін. И ана сырттан кисеңдер жақты, мен дегем. Так, мына жерде И ана сырттан кисеңдер жақты. Өту сенде дейді. сізде Ана мен оқымаған қыдырып отырсаңыз, жүрмін. Нәзік жүрегім түсінбеймін мен. почти Оқымаған. шегіп отырасыз. Аха. Әркімшілер бір-бірімізге кедергі жасамайық, иә, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Мгм. Дұрыс естімей жатыр басқа Соңына оқушы. қарай сұрақтарға мүмкіндік беріледі, сол жерде сұрап аласыздар. Мына жерде Мгм. енді Erasmus деген Қазақстанда да бар, бірақ бұл жерде квота өте көп. Жаңағы тапсырған адам өтіп кетеді деп айтпаймын, бірақ енді бұл жерде ағылшын тілін білу керек, былай да білу керек, бірақ жаңағы өту мүмкіндігі өте көп. Біздің потокта мысалы жаңағы менімен түскен шетелдік азаматтардың біразы барып келді Европаға, Чехияға, Германияға барғандар бар. Солай бір семестр ауысып оқып келді болады. Оның жанында Erasmus'та стажировка жасасаңыз болады, Европамен тікелей байланысты болғаннан кейін. И ең бастысы, қазір ол әрине международный диплом. Ә, Былай да былай енді баланс системасына кірген Түркия мемлекеті. Сол себепті ертеңгі күні осы жердің бакалавриатын бітіретін болсаңыз, Европаға түсу сіздерге оңайырақ болады. ақш-қа түсу деген секілді. Ары қарай осы дипломыңызбен өту мүмкіндігіңіз жақсы. Енді точка Б-ға келейік. Вообще, қазір бастадыңыздар. Енді А точкасында тұрсыздар, студентсіздер, оқушысыздар. Енді ертеңгі күні Түркияға түссеңіз, қандай азамат боласыздар? Осыған тоқталып өтейік. Ең бастысы ол гражданин мира деп айтайық. Сіз жан жақты адам боласыз. Жаңағы адамдарды көрген, әртүрлі мемлекеттерді көрген, осы басқа мемлекеттің адамдарымен сөйлесе алатын, бірнеше шетел тілін білетін. Енді осы жерге келгеннен кейін әрине түрік тілінен бөлек ағылшын тілін үйренесіз, себебі бірнеше шетелдік достарыңыз болады деген секілді. А, Енді балаңды аясаң аяма деген секілді, сіздер де осы жерге барсаңыздар өте адаптивный боласыздар. Себебі не дегенмен енді шетелдік мемлекет Қазақстанға келген кезде ертеңгі күні бізге Қазақстан өте оңай болып қалады бұл жерде тұрғаннан кейін. Адам өте жекеменшік болады, жаңағы барлығын жасай алатын деген секілді. Және ең бастысы, жақсы бір қалаларға түсетін болсаңыз, мысалы Стамбул деген секілді, сізде өте бір сондай керемет қалада тұрасыз. Мысалы елестетіңізші, Қазақстанның өзінде 20 миллион халық болатын болса, Стамбулдың өзінде, бір Стамбулда 20 миллион халық. Қаншама әртүрлі адамдар, ол жерде барлығын көресің, ізденесің, адамдармен сөйлесесің деген секілді. Сол үшін студенческий өміріңіз де күшті болады. Ә, Бұның барлығы жарайды, енді білім де керек. Білім жағынан да бұл жерде жақсы практикалар болады, жаңағы практика жүзінде өтесіздер. Бізде енді қаншама адам жаңағы Қазақстан дипломын алып
профессиясы бойынша жұмыс істей алмай жүреді деген секілді бұл жерде более соған қарастырады. Сол жағынан осы мемлекетті жақсы деп айта аламын. Енді бұл жерде разбор вашего кейса деген бар, бірақ бұған тоқталмаймыз. Осыдан кейін жалпы личный консультация болған кезде сол жерде сіздерге тікелей сөйлесетін боламыз. Сіз қай жерде бітірдіңіз, қалай түскіңіз келеді деген секілді. Осымен жалғастырамыз. Енді басты мәселе, бұның барлығы әрине керемет. Түркияға түссеңіздер күшті, жаңағы платное обучение. Бірақ дегенмен бұл платное обучение, иә. Бұның бағасы маңызды. Ертеңгі күні қаншалықты көтере аласыз деген осы сұрақ. Бізде өте ашық қылып айтуға тырысамыз, себебі жаңа осы жерге студенттер келіп ертеңгі күні түсінбей қалады. Мысалы, бұндай расход бізге айтылмады деген секілді. Сол үшін өте мұқият тыңдаңыздар осы жерде. Ең бастапқы этап бізде ол получается осы Қазақстанда жасайтын ол перевод документов, иә. Шамамен 100-140 мың теңге кетеді. Ол жаз бойы төленетін нәрсе. Содан кейін Түркияға ұшып келу билетіңіз ол бар. Сонымен осы жерде кететін расходыңыз 200-240 мың шамасында. Ары қарай Қазақстанға келгеннен кейін, осы Қазақстаннан ұшып Түркияға келгеннен кейін осы жерде басты расходтарыңыз басталады. Бұл жерде енді ВНЖ-сы бар. Осы жерде тұру рұқсаты 1 жыл бойы тұру үшін ВНЖ алу керек болады. Соған $100 шамасында кетеді. Общежитиялары бар, 100 мың теңгеден басталады. Мысалы, сентябрьде төлеп бастасаңыз 100 мың, 100 мың, 100 мың, 100 мың. Солай айлық расходыңыз 100 мың бар. Языковой курстар, оларды да бөліп төлейсіздер, жаңа 500-800 мың теңге болады жылдық ақысы. Және обучение ақшасы ол 500 мың мен миллионның арасында. Қазіргі государственный вуздарға келетін болсақ. Сонымен жылына 2 миллион 200 мың шамасында болады. Енді айтып өтейін, 2 миллион 200 мың деген, мысалы, Алматыда оқитын болсаң, тура сол жаңағы осындай расход болады. Жаңағы Алматыдағы квартираның өзі 150 мың теңгеден келеді. Оны таба алсаң. Мұхаммед мырза білмейді екенсіз. Иә, 150 мың адам басы да, мысалы, 2 адам болып тұратын болсаң, 300 мыңнан солай болады Бірақ деген. университеттер өте қымбат, тіпті мына жақтан неше есе, иә. Мысалы, СДУ-ның өзінде 1 миллион 750 мың теңге. Жылына тек қана университеттің бағасы. Ал ол жақта жатақханаңыз бар, мына жақта барлығын кіргізіп жатырмыз да, шығындарды. Негізі кезде Түркияда бәрібір арзандау болып тұр. Иә. Енді келесі моментке өтейік. Яғни бұл түсінікті. Біз сіздерге бұл презентацияны осыдан кейін жібереміз. Мен байқағаным, бұл қазір отырғандардың көбісінің ата-анасы жоқ екен. Сол себепті осыны міндетті түрде ата-аналарыңызға көрсетіңіздер. Себебі әрине ертеңгі күні шешетін сол кісілер. Тағы да личный консультацияларда ата-аналарыңызбен келесіздер. Осы жерде тағы бір ескертіп өтейін. Осы жылдық расходтарды бір көрсетіп шығу керек болады. Бірақ бұл жерде ескертетін моментім бар. Госвуздар дедік, иә. Государственный вуздар дегеніміз не? Ол оларға қалай түсеміз? Негізі государственный вуздарға мен жаңа айтқандай емтихансыз несіз түсуге болады, оның барлығы мүмкін. Бірақ ол жерде кішігірім қалаларды қарастырамыз. Кішігірім қалалар дегеніміз қандай? Ескішehir деген қала, мысалы, менің оқитын қаламда 1 миллион халқы бар қала. Ол жерге де енді түсуге болады, экзаменсіз несіз. Бірақ сонда да өте қиын. Мүмкін нәрсе. Жаңа Бурса деген қала бар, миллиондық халық. Измирда осындай секілді, Текирдах деген секілді. Ол жерде енді кішігірім қалалар. Жаңағы Стамбул, үлкенірек қала, Анкарада оқимын дейтін болсаңыз, тағы да осындай үлкен қалалар дейтін болсаңыз, ол жерде астында тағы да басқа расходтарды айтамын. Енді үлкенірек қала болғаннан кейін үлкенірек расходтар болады. Сол үшін осы жерде мұқият қарайық. Осы жердегі, мысалы, осындай университеттерге біз көмектесе аламыз. Жаңағы Сакария университеті бар, Күтахиядағы университеттер бар, кішігірім қала. Зато сіздерге ертең күні тұру, ол жерде адаптация жасау, оқу оңайырақ болады. Иә, тиімді нәрсе. Стамбул десеңіздер, сәл тұра тұрыңыздар, ол жерге тағы келеміз. Енді бәріміз енді Стамбулда оқығымыз келеді деген секілді ғой. Государственный вуздарда осы міне $200 басталады, жаңа айтқан жаңа нелеріміз, біздің общежитияларымыз. Сол жерге услугаларға, мысалы, люкс стандарт деп бөледі, жаңағы общежитиялар.
Маңызды нәрсе, мысалы бұл жерде түріктерде бір өте күшті жері, общежитиялар бөлек болады қыздар үшін, ұлдар үшін. Сол себепті қыздарға өте тиімді. Ертеңгі күні ата аналарыңыз уайымдамайды. Осы жерде ата аналар отыратын болса, тоже уайымдамайсыздар ертеңгі күні қыздарыңызға. Ешқандай не болмайды. Мысалы, комендантский час бар. Күнде мысалы жібермейді. Барғаннан кейін мысалы осыған мән береді. Тамақ ішуге болады. Енді әртүрлі общежитиялар бар. Ну, мысалы, завтракпен берілетін. Қандай ондай общежитие қайдан табасыздар? Мысалы, Қазақстанда жаңағы питаниесі бар деген секілді. Завтрагы бар. Ә, Комнаталарында барлық жағдайлар жасалған. Студенттің оқитындай сондай секілді мүмкіндіктері бар. Wi-Fi деген секілді оның барлығы кіргізіледі. Ә, Енді люкс общежитияларды көретін болсақ, ол жерде жаңағы спорт залдары болуы мүмкін. Енді ол ақшаға байланысты больше. Мысалға келетін болсақ, мына жерде Ескішehir қаласындағы бір общежитие осындай секілді түрде болады. Бір бөлмеде 2-3 адам, болмаса 4 адамға дейін бару мүмкін. Ол кезде енді бөлме үлкейеді мысалы. Измир қаласында осындай секілді 2 адамдық общежитиялар болады. Осылай отырып оқи берсеңіздер болады. Мысалы, Сакарияда бағаларын көргеніңізде $300, $400 ол айлық ақысы. Так, енді завтрак іштік. Завтрак ішкеннен кейін бізге енді обед керек, ужин керек, оны қайда ішеміз деген секілді. Оны біз университетте ішсек болады. Университетте мысалы қараңыздар, государственный вуздарда бір ішкеніңіз 3 чешет деп айтады. Мысалы, мына жердегі первый, второй обед, жаңа первый, второй компот, жаңа тәттісімен, соның барлығы мысалы 45 лираға кіретін болады. Осы государственный вуздарда шамамен. Частный вуздарда 150 лира. Ол мысалы бір ішкеніңіз мысалы 600 теңге. Үш түрлі тамақ ішесіздер. Мысалы, университеттің өзінің субсидиясы бар, сондай күшті несі обедтері бар. Диетологтар қарайды ол обедтерге міндетті түрде. Сосын тағы бір айтып өтетін Қандай күшті, иә. иә, мына жерге сызбаңыздаршы маған, иә. Мына жерде сызылып кетіп отыр. Соны бір қарап өтейік. Так, ендігі мәселе стоимость обучения. Жаңағы келесі жылдан бастап бұндай қатты қымбат болмайды. Себебі бұл жерде уже оқу ақысын төлейсіздер 2 рет. Жилье бар. Жильені төлеу керек болады. Ол жерде жаңа мысалы квартира алсаңыздар болады 2-3 адамға бөліп. ВНЖ алсаңыз да ВНЖ-ні 1 рет төлейсіздер. Сонымен осы затраталар азаяды негізінде. Келесі жылдан бастап. Бірінші жылы енді сәл ауырырақ мысалы. Шамамен салыстыратын болсақ, жаңа айтқан, Хайба ханымның айтқаны, Турция, жаңа Алматы. Сызба деп айтып едім, бәріңіз сіздер ма? Экранға жақындамаңыздар. Тамам комментарий жазбай тұрыңыздар. Чатқа жазбаңыздар. Біз сұрақ қойған кезде ғана жауап жазыңыздар, иә? Жүрек Ниеттеріңізге рахмет, бірақ давайте қазір қазір бізге кедергі жасап жатыр. Біз сұраған кезде жазыңыздар, иә? Тамам мы? Енді қарайық, мысалы, Аль-Фараби университетінде қазір енді частный бүйтіп түсеміз деген бір жағдайлар болып жатса, ентыларыңыз анау, ол мысалы 1 миллион 100-ден басталады жылдық бағасы. 1 миллион 700-ге дейін барады. Астанадағы оқитын университеттеріңізде сондай 1 миллионнан басталады. Сол себепті енді оқудағы несі примерно бірдей. Енді Стамбулға көшейік. Стамбул, Анкара, Измир, осындай секілді үлкен қалаларға өтейік. Осы, иә, тоже мұқият тыңдаңыздар. Arkadaşlar, нелеріңізді, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Сіз өшіре алмайсыз, иә? Сізде ғой. Так, частный вуздар бойынша. Частный вуз дегенде енді осыны айтып өтейік. Стамбулға түсемін десеңіздер, сондай үлкен қалаларға түсемін десеңіздер, біздегі осы жердегі частный вуздарға түсу керек болады. Частный вуздар мен госвуздардың қазір айырмашылығын айтып өтемін, не екенін, қалай екенін. Жалпы сол жерде түсінікті болады. Бірақ бұл жердегі расходтар қалай өзгереді? Жаңағы единственное обучениенің бағасы $2000 басталатын болады. Содан кейін тұру бағасы көбейеді. 150 мың теңгеден басталады айлық бағасы. Қалғанның барлығы примерно бірдей. 150-200 мың деп санасаңыз болады. Мына жердегі оплатасы жылдық ол 900 мыңға өседі.
сонымен жылдық расходтар 3 миллион 200, 3 миллион 500 сондай шамасында болады. Осы бір жылдық расходтарыңыз сол жерде тұратын не қылатын. Енді вуздарды айттық, частный вуздар бойынша айтатын болсақ. Мысалы, қазір мынандай Түркиядағы система обучениені бір кішігірім түсіндіріп өтейін. Енді осы жерде оқитын адам ретінде частный вуздарда үлкен компаниялар бар осы Түркияда. Сол Арчилик деген секілді, Беко дегендерді білесіздер. Мысалы, Сұлтан маркасын білсеңіздер, ол да түріктің компаниясы. Астананың жартысын құрған Окан компаниясы, жаңа Бәйтеректі де құрған солар, Хан Шатырды құрған солар. Осындай секілді үлкен холдингтар Түркияда университет ашады. Олар не үшін ашады? Качестве өзінің атын қалдыру үшін. Енді бізде Түркияда Коч деген университет бар, ол ең топовый болып саналатын. Осы кісі бірінші болып бастап кеткен. Сонымен жарысып, басқа холдингтерде өзінің университеттерін ашып, сол жерге инвестиция құйып, сондай секілді университеттер ашады. Ол жердегі оқу құны сәл қымбаттау, но оқудың качествосы, оқудың мүмкіндіктері жоғарырақ болады. Енді мына жерде айтып өтейін. Мысалы, Қазақстанның өзіне келетін болсақ, енді осылай салыстыратын болсақ, примерно Қазақстанға келетін болсақ, Назарбаев университеті де ол жаңа Назарбаев біздің өзіміздің осы жердегі фондпен жаңа қамтамасыздандырады. Нархоз университеті де сондай, КИМЭП те сондай. Дәл сол секілді осындай университеттердің уровенінде Түркияда осындай фондовый вуздар бар. Солар ашады осылай, соларға біз түсіреміз, былайша қысқашасын айтатын болсақ. Енді сходстволар бойынша айтатын болсақ, енді екеуінде де в принципе мұғалімдері осы Түркияны бітірген, Европаны бітірген, болмаса ақшты бітірген мұғалімдеріңіз болады. Жаңа частный вуздарға даже мұғалім болып келу өте қиын. Ол жерге бәрін ала бермейді, себебі зарплатасы ол жерде жоғары, конкуренция жоғары болады, значит, ол жердегі преподавательдеріңіз мықтырақ болады. Университеттердің контролі бірдей атқарылады. То есть ол жердегі мысалы тура госвуздарға қарайтын орган тура сол частный вуздарға қарайды. Ол жерде частный вуздар былай жаңағы өзінің качествосын түсіріп деген секілді ондай нәрсе істей алмайды ешқандай. Контроль барлығы комитет по высшему образованию деген секілді бар. Бір нәрсе болатын болса, солар дереу келеді. Ректорды президенттің өзі лично жаңа таңдайды. Екі жағдайда да фондовый болсын, гос болсын. Барлық жерде студенческий спортивный клубтары бар. Но различияларына келейік. Частный вуздар көбісі Стамбулда орналасқан. Значит, сізде үлкен қалада оқисыз, көбірек мүмкіндік болады, перспектива болады. Ертеңгі күні осы жерде бизнес ашамын десеңіздер де, байерствомен айналысатын адамдар бар, осы жерден товар сататын не қылады. Кішігірім қалалардан сізге ыңғайсыздау болады ол жерде. Ақша табу, не қылу деген секілді. Стамбулда соның там бір күшті жері. Кампустары әдемірек болады. Енді былай айтайық, бәрібір де кампустың күшті болғаны бізге маңызды. Сол себепті жаңағы фондовый вуздардың инвестициясы жоғары болғаннан кейін современный кампуста оқисыздар. Профессорский состав мықтырақ болады. Учебный программаларыңыз более гибкие, современный, сондай секілді келеді. И жаңағы азырақ оқушы оқиды. Азырақ оқушы оқығанның пайдасы қандай? Мысалы, мен оқып жатқан университетте былай болады. Біз университетке оқуға тапсыруға келген кезде біз жаңағы орын таппай қаламыз қай жерде отыратынымызды. Жаңағы даже емтихан тапсыруға орын жетпей қалады, бізді басқа бір көрші неге кампусқа апарып солай тапсырамыз. Ондай секілді проблема мысалы фондовый вуздарда жоқ. Азырақ оқушы, значит, качественныйрақ болады образование. Енді мне кажется, осы моментке дейін сіздердің нелеріңізді бір тыңдап өтсем, иә, қандай сұрақтарыңыз бар, осы екі жақты түсіндіңіз ба, жаңа фондовый госвуздар бойынша, содан кейін ары қарай жалғастырсақ болады. Микрофондарыңызды ашып сұрасаңыздар болады. Осы сұрақтарыңызға байланысты. Мен Қазақстанда тұрмаймын да, Өзбекстанда тұрамын. Маған да мүмкіндік бар ма? Я әрине, вообще не жоқ, ондай шектеу жоқ. Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, барлығына түсуге дайынбыз.
Так, ребята, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Именно не бойынша? ГОСТар бойынша, фондовый вуздар бойынша, расходтар бойынша, барлығы түсінікті ма? Қай жерге түскілеріңіз келеді қазір? Біз Мгм. естеріңізде болатын болса, бір анкета жіберген болатынбыз. Анкетада сіздер таңдадыңыздар. Анкара, Стамбулға түскім келеді деген секілді. Болмаса ГОСТарды қараймын деген секілді. Сол бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Аудионы ашып сұрай беріңіздер. Иә? Ага. Так, ара. Басқа сұрақ жоқ па? Қайсына түскілеріңіз келеді? Микрофонды ашып айтсаңыздар болады. Так, Мгм. иә. Былай жасайық, 10 сыныпта оқып жүрген оқушыларымыз болатын болса, оларға бір отдельно зум жасаймыз. Түркия бурслары, олар келесі жылы тапсыратын программа. Уже өтіп кетті оның уақыты. Ол жайлы хабарлама күтіңіздер, иә. Так, мынау бойынша онда примерно түсінікті болатын болса, енді мне кажется, ә, барлығы түсінікті секілді. Біз осыны жібереміз. Жаңа айтқанымдай, ата-аналарыңызға жіберіңіздер, обязательно қарастырыңыздар, қандай болады екен деген секілді. Енді жаңа айтқанымдай, куда идет дополнительное финансирование дейміз ғой. Жаңағы ақшаның барлығы жаңа сәл қымбаттау дедім. Ол жерден не аласыз сіз? Біріншіден, ағылшынша оқу мүмкіндігіңіз болады. Түркше де оқуға болады, ағылшынша да оқуға болады. Современный образовательный, вот жаңа айтқанымдай, программалары более современный болады. Содан кейін частный вуздар жаңа бізде больше неге қарайды? Трудоустройствоға қарайды. Оқу бітіргеннен кейін, мысалы, ертеңгі күні оқу жаңағы жұмыс табуға көмектеседі. Ә, Стамбулда жаңа кампустарда оқисыздар деген секілді. Эрасмуста көбірек шанстарыңыз болады. Ол жерде тағы бір мүмкіндігі. Мына жерде қарап өтейік. Осындай секілді университеттер бар. Скриншот жасап алыңыздар дәл қазір барлықтарымыз. Содан кейін осы университеттерді қарайық. Осы зумнан кейін қарап шығыңыздар, қай университеттерге түскілеріңіз келеді. Бір ақпарат іздеңіздер осы университет жайлы. Фенербахче университеті бар, Культур бар, Алания бар, Анталия бар. Осыларды бір қарап шығыңыздар. Кадр хас университеті бар деген секілді. Так, мен келесіне өтем, скриншот жасап алсақ. Уже давайте. Енді осы моментке дейін барлығы түсінікті болатын болса, енді осыған өтейік. Біз сіздерге қалай көмектесе аламыз? Енді осы жерге жинаған себебіміз де осы. Біз Хабиба ханым енді осы Түркиямен түсірумен айналысуда. Енді айналысқан кезде бәрібір де сізге полный сопровождение керек болады. Қалай өтеді соны бір қысқаша айтып өтейін. Ең біріншісі бізде ол личный консультация болады. Сіздер бізбен келетін болсаңыздар, осыдан кейін личный консультация болады. Сол жерде специальность таңдаймыз. Қандай вуздарға түсе аласыздар, соның несін оценка шансы өтесіздер. Содан кейін сізді жеке кураторыңызға береді. Жеке кураторыңыз осы уақыттан бастап сіздің полный түсуіңізбен айналысады. Документтерді жинауға көмектеседі. Университеттерге тапсырамыз, пригласительный письмо аламыз сол университеттерден. Куратор сізге айтады, қай пригласительный, қай университетке барғаныңыз тиімдірек, сіздің мамандығыңызға қай жер тиімдірек деген секілді. Аттестаттың нострификациясы бар. Қазақстанда жасалынатын көп документтер бар. Соның барлығына көмектесіп отырады. Былай жасайсыз деген секілді. Содан кейін общежитие табуға көмектеседі. Әрине осы бірнеше варианттар жібереміз сізге. Жаңа айтқанымыз люксовый вариант бар, простой вариант бар. Енді қаншалықты соны ала аласыз, соған байланысты. Екінші этап ол Түркияда болады. Түркияда біз сіздерді осы жерде Алматыдан ұшып, болмаса Ақтаудан, Ақтөбеден, Шымкенттен болды бізде. Сол жерден ұшып келесіздер. Біз сіздерді аэропорттан күтіп аламыз. Аэропорттан күтіп алғаннан кейін сіздердің уже келісіліп қойған общежитиеңізға орналастырып, алып барамыз, университетке тіркейміз, языковой курстарға куратормен барасыздар, сол жерде барлығын тіркейсіздер. Қаланың кішігірім турын жасаймыз сізге, сол қалада танысасыздар. Мысалы Стамбулда болатын болсаңыз, кішігірім Стамбулды көрсетеміз деген секілді.
Завтрак береміз сол жерде. Күшті күшті бір жерлер бар, сол жерде жаңағы фильмде отырған секілді сондай бір завтрак ішесіздер. Ары қарай транспортный карта, сим карта, соның барлығын орналастырып, страховкасы ВНЖ-сына дейін істеп береміз. Осы уақытқа дейін барлығы сіздерге не болады, жаңағы түсінікті болады. Бүкіл жұмысыңыздың барлығын осы Түркияға бір жыл тұрамын деген документ аламын дегенше істеп береміз. Енді бұл да тегін нәрсе емес. Бұл отдельный услуга болады. Енді осы жерде үлкен жаңа университеттен түсіруден бастап сол Түркияға алып келіп осы жерде жүргізудің барлығы бар. Осының барлығын бағасын айтып өтейін, иә, кішігірім. Енді айтқанымдай жаңағы 13 не бар, жаңа услугамыз бар. Сол 13 услугамызға жаңа көрсеткенімдей госвуздарға бізде түсіру бағасы $2000 болады. Частный вуздарға $1500 болады. Оның бөліп төлеуге болады. Жаңа әртүрлі варианттары бар. Но бұл жаңа VIP услуга, полностью сізді алып жүреміз, под ключ деп айтады бізде. Жаңа бұл жерде ата аналар отыратын болса, балаңызды от үйде орналастырып береміз. Жаңа оқушыларымыз отыратын болса, кураторларымыздың жанында жүресіздер, солар барлығы істеп береді. Бүкіл Және де мұхаммед мырза, осы жерде айтып кетейін, иә. Сіздер қазір түрік тілін білмейтін болсаңыздар, иншаллах сентябрьде оқуларыңыз басталады ғой, соған дейін бізде экрандағы түрікше курсы сізге сыйлыққа берілетін болады. Яғни сіз 2 айда өзіңіздің деңгейіңізді жақсартып, ол жаққа барып А2 деңгейінен бастасаңыз болады. Бұл керемет мүмкіндік, сол тегін бонусқа берілетін болады сіздерге. Иә, жаңа айтқанымдай мен мысалы Б1-ден бастап кеттім. Енді сіздер мысалы А2-ден бастауларыңыз мүмкін. Ол да сіздерге эконом болады ертеңгі күні. Түрк тілін мысалы жаңа айтқанымдай мысалы $1000 төлеп оқымайсыздар да, мысалы $200 эконом ретінде. Сізге үлкен скидка болып тұр, бір жағынан қарап отырсаңыз. Сол жердің экзаменін тапсырасыздар. Жақсы оқысаңыздар, даже одан да жоғары курстан бастауларыңыз мүмкін. Енді ол өздеріңізге байланысты. Екінші вариант ол бізде стандарт услуга. Жаңағы 3 актуальный специальность таңдаймыз, университетке тіркейміз, жаңағы тапсырамыз, сол жерден письменный инструкция жібереміз. Уже ары қарай Түркияда мынау жаңа көрсеткеніміз второй этап кірмейді. Тек қана онлайн сопровождение болып отырады. Жаңа кішігірім түркше біліп барсаңыз, оны да істей аласыздар негізі. Ол қатты қиын нәрсе емес. Кураторлар связьда болады. Сол кезде жаңағы осы жерге барыңыз деп айтып отырады. Осындай екінші мүмкіндігіңіз бар. Енді варианты оплатаға келейік. Қалай төлесеңіздер болады. Ең біріншісі ол толығымен төлеп тастауға болады. Енді жаңа айтқанымызда $2500, болмаса $1500. Болмаса екінші вариант ол бізде 50%-ық оплата, жартысын төлеп қоясыздар. Сол кезде сразу куратор сіздермен бастайды. Қазір айтып өтетін госвуздар барлығы ашып жатыр. Частный вуздардың да барлығы ашып жатыр. Барлығы уже подачалардың барлығы басталып кетті. Сол себепті ертеңгі күні квоталар жайлап бітіп бастайды. Осыған байланысты сол да бір айтып өтетін маңызды мәселе. Тезірек анықталуыңыз керек. Осы Түркияға түсем, осы Түркияға барамын деген секілді. Уже қазір ойланып, уже нақты шешілетін нәрсе. Ертеңгі күні ентінің результаты мысалы жаңа августте тапсырамын деген секілді болмайды уже. Ол кезде түсу ертеңгі сіздерге өте қиын болады. Сол себепті осыған тоже мән беріңіздер. Болмаса үшінші вариант ол бізде предоплата. Біз барлық адамды алмаймыз, сразу айтайын. Бізде сұранушы адамдар өте көп. Сол себепті мені сіздердің сопровождениеңізге алыңыздар дейтін болсаңыздар, 10% предоплата төлеп қойсаңыздар болады. Содан сіздерге сопровождение сақтап қоямыз орындарыңызды. 10%-бен ертеңгі күні ары қарай уже жалғастырамыз. Бұл да өте маңызды нәрсе. Мысалы бізде июльдің соңы бізде адамдар көбейіп жатса, кураторлардың адамдардың бәрі жетіп қалатын болса, онда біз уже сопровождение алмаймыз. Басқа бір жолдарын іздеулеріңіз керек болады. Енді тағы да жүректер шығып кетті, тағы да рахмет бұған. Бонус жайлы айтып өтейін.
Осы жаңа біз айттық, бірінші момент ол бесплатно түркше үйрету, иә, ол да үлкен скидка болады ертең сіздерге, жаңа түркшені тапсыратын болсаңыз. Екіншісі, осы аптада, осы понедельник 9-ы өзім қарап отырмын. 15-іне дейін төлеп тастайтын адам болатын болса, онда 10% скидка ұсына аламыз. Жаңағы госвоз болсын, жаңағы частный вуз болсын, төлейтін ақшаңыздан 10% скидкамен алсаңыз болады сопровождениеңізді. Сонымен сіздерге де өте тиімді болады. $200 деген өте күшті жеңілдік деп ойлаймын. Иә. Tamam. Рахмет, Мұхамеджан мырза. Енді сұрақтарыңыз бар ма? Микрофондарыңызды ашып сұрасаңыздар болады. сәлеметсіз бе, қойсам болады ма? Иә, әрине. Мен қазір Алматыда 3-ші курста оқимын да, и магистратураға келесі жылдан бастап уже Түркияға тапсырсам деген ниетім бар да. И уже магистратураға қыста ашылады ғой. Соған дейін сіздер де дайындалып, и өздеріңіз сондай грантқа негізі дайындайсыздар ма? Иә, Грант тапсыруға. Гаухар ханым, былай жасайық. Біздерде отдельный не болады, запись, жаңағы анонс жасаймыз группамызға. Сол жерде жазып өтеміз, иә. Именно не бойынша, грант бойынша. Ол да отдельный услуга, конечно, бұндай болмайды. Жаңағы бағамен грантқа тапсыру бір бөлек. Бірақ айтқанымдай, ол жерде комиссия шешеді. Жаңағы өтетініңізді, өтпейтініңізді. Мен өзім де осы программа бойынша оқимын, поэтому. Тұр, Мұхамеджан мырза. Arkadaşlar кедергі жасамасаңыздар. Аха. Неше түрлі фигуралар шығып жатыр. Так, енді давайте. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Гаухар ханым, жауап бере алдым ғой, мен группаға жазамын сізге. Осы. Рахмет. Осы жылы мен 11-ші сыныпты бітіремін, немесе осы жылы университетті бітіремін, осы жылы маған тапсыру керек дейтін кісілердің сұрақтарыңыз бар ма? Барлықтарыңыз бұл жылы тапсырмайсыздар ма? Жоқ, бұл жерде тапсыратындар да болды. Жаңа мен осы 11-ші сыныпта бітіремін деген секілді. Так, иә. Жоқ екен. Микрофонды ашып сұрасаңыздар болады, немесе жазып та сұрасаңыздар болады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Иә, сұраймын. Жаңа баста айтып едіңіз ғой, оқуға түсуіне, жатақхана, тамақ барлығына сол общий 2 миллион бір бәле. Соны бір бөлек төлейміз, сосын жаңа куратордың тіркеп апаруы, біздің сол жаққа аэропортқа неге баруымыз барлығы тағы бір бөлек төлене ма сонда? Жаңағы 2 миллионнан бөлек. Біреуі сіздің өзіңіздің тұруыңыздың ақшасы, то есть жаңа оқудың ақшасы, біреуі енді услуга. То есть енді бұл да қаншама адамның еңбегі, жаңағы кураторлар жүреді деген секілді. Вот солардың еңбегіне төлейсіздер, получается. Ол отдельно нәрсе. Teşekkür ederim. Все, rica ederim. Аха. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Түркия бурстарына тапсырған едім дейді. Түркия бурстарының жауабы шықты. Егер де сізге келмесе, демек сіз өтпедіңіз, иә? Дұрыс қой, иә? Өкінішке орай, Түркия бурстарына оның ответі уже шығып қойды. Қазақстан болса шықты. Қырғызстан шыққан жоқ. Өзбекстан да шығып қойды. Сол, қазір уже хат та келмейді оған, отказ бойынша. Ол августте келеді, получается. Поэтому уже түспеген деген сөз. Егер ешқандай хат келмесе, не алмаса, сол себепті сізге жаңағы уже платныйда бір ойластыра берсеңіздер болады. Аяулым ханым сұрағы бар екен, қандай қалада оқу ыңғайлы, үлкен немесе кіші қалаларда дейді. Менің ойымша, енді адам өзіне байланысты секілді. Маған осы үлкен қалаларда тұрған ыңғайлырақ болды. Жаңағы ертеңгі күні мысалы бір нәрсе жасау керек, не алу керек деген секілді движениялар болатын болса, сол маған сол ыңғайлырақ болды. Бірақ енді таза оқимын, көп адам жақсы көрмейді дейтін болсаңыздар, әрине кішігірім қаланы қарасаңыздар болады. Калабалық деген сөз бар, түркше, ертеңгі күні үйренесіздер. Стамбул çok kalabalık деп айтады. Ол көп адам жүреді деген сөз.
шықсаңыз мынандай нәрсе болады. Автобуста түнгі 3-те кептеліс болады. Бүйтіп тұрасың автобуста. Сондай секілді несі қызықтары бар. Бірақ әрине Стамбул күшті ғой, Стамбулда Иә, оқысаңыздар. әрине, бірақ бәріне советім, конечно, Стамбулда оқыңыз. Стамбулдан кейін сіздерге кез келген жерде тұру, өмір сүру барлығы оп-оңай болады. Оның үстіне университеттер де жақсы. Енді единственный бұл жерде тіреліп тұрған мәселе ол жаңағы тұру ақшасы. Бірақ ата-аналарыңызға айтып түсіндіретін болсаңыздар, не алатын болсаңыздар, мне кажется, ол да қазір Алматының бір бағасы. Алматыда оқығаннан гөрі жаңағы Стамбулды көрсеңіздер де болады бір жағынан. Так, Тағы да бар ма? Стамбулдағы общагалардың бағасы қалай болып жатыр? Стамбулдағы общагалардың бағасы где-то неге байланысты, адам санына байланысты. Біз ең соңғы көрген әртүрлі университеттер бар енді сол жерде. Әртүрлі университеттердің жанында әртүрлі общежитие болады. Мысалы, в среднем айтатын болсақ, жылына 2 миллиондай шамасында болады. Мысалы, 12 жылға 2 миллион шамасында. 12 айға, то есть. 150-ден. Ал оны айына бөліп төлей ма, или жылына сразу төлеу керек па? Общаганың өзіне байланысты. Кейде общежитиялар 3 айда төлеп қой деп айтады. Кейде 6-ға бөліп төлейсің деп айтады. То есть жаңағы ай сайын емес, 6-ға бөліп төлеу деген секілді. 2 айда бір рет деген анлама келер. Квартира жағынан ше? Квартира жағынан бөліп тұруға болады. Қазір бағалары 25 мың лира шамасында. Мысалы, 2-3 адам тұратын болсаң, ол да тиімді бір нәрсе. Мысалы, 320, 330, 350 шамасында. Оны 3-4 адамға бөліп тұрғанда, мысалы, 100-120-ға келеді. Енді біз бірінші жылы, конечно, общежитияда тұрғанды не қыламыз, советовать етеміз, себебі сіздерге оңай адаптация болады ертеңгі күні. Жаңа тұруыңыз, не қылуыңыз оңайырақ болады. Так, онда былай жасайық. Барлықтарыңызға рахмет. Соңында қалған 13 адам бар екен. Осы 13 адам. Біз былай жасайық. Барлықтарымыз Хабиба ханымға қазір жазамыз. Иә. Мен соңына дейін отырдым. Мені личный консультацияға жазасыз ба деген секілді қылып. Содан кейін ары қарай уже жаңа айтқанымыздай личный консультацияны өткізетін боламыз. Сіздердің ата-аналарыңызбен келесіздер, ата-аналарыңызға мынаны жіберіңіздер. Сол жерде уже талқылаймыз. Ақша жағынан, не жағынан, тағы да бір именно мамандығыңыз жағынан бір университет таңдауыңыз мүмкін. Бір күшті қылып сіздерге түсіндіріп беремін, қандай университет екен. Поэтому давайте ұмытпай, обязательно қазір жазып қойыңыздар. Иә, Хабиба ханымға осыдан кейін. Содан кейін уже тағы бір талқылауымыз болады. Бізде сұрақ бар екен. Бізде қандай университетпен келісім шарттарыңыз бар дейді. Бізде астам университетке, мемлекеттік және де жеке университеттерге қазір келісім шартымыз бар. Яғни сіз қалаған мамандығыңызға, қалаған университетіңізге біз түсіріп беретін боламыз, өзіміз таңдауға көмектесетін боламыз. Иә, бұл жаңағы частный вуздарға сондай 42 университетке келісім шарт қойдық. Олармен официально қазір жұмыс істейміз. Кімдер болатын болса, жаңағы госвуздар болатын болса, олармен былай шанстарыңызға қарай сол жерде разбор жасап сөйтіп жасаймыз. Уже неге байланысты, уже бағаларыңызға байланысты. Аттестаттарыңыз жақсы болатын болса, жақсы хабарым бар. Жаман болатын болса, онда тағы көру керек. Біз иншаллах көмектесетін боламыз. Маған жазыңыздар, біз іріктеп күндерді жеке консультацияға алатынымызды айтатын боламыз сіздерге. Шахназ ханым, соңына дейін отырғандарға мынандай скидка бар. Жаңағы мынаны білмей өтті жаңағылар, кетіп қалғандар, ертереден кетіп қалғандар. Осы аптада төлейтін болсақ, жаңағы үлкен скидка болатын. Поэтому оларға да айтпаймыз біз оны. Ертең күні алатын болса, полный ценамен не алады. Сәлеметсіз бе? Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Частныйларда скидка береді ма? Иә, частныйларда скидка бойынша бізде жаңа айтқан бағаларым бар ғой, олар уже скидкамен айтып жатырмын.
Өйткені не ғой, жаңағы бискитке айтып оның барлығы мағынасы жоқ. Мысалы $4,000 университеттерді біздің келісімшартпен 2,000-ға түсіріп береміз. Примерно 50% скидка сондай секілді алып береміз. Енді ол неге байланысты? Жаңағы университетке байланысты. Оны личныйда талқылайық, иә? Иә. Және ханым, сіз жазсаңыз, иә, сіз осы жыл тапсыратын сияқты, сізге иншаллах өзіңіздің бағаңызды барлығын айтатын боламыз. Как раз сол жерде разбор жасап, неғылып, жаңағы оплаталардың варианттарын қарайық. Сізге қайсысы тиімді болады деген секілді. Бағаңыз. Көп ақпарат білдік дейді. Рахмет сіздерге де қатысқандарыңызға. Өте активный, өте көп жаңағы неше түрлі пішіндерді көрдік салып отқандарыңызды. Иә, сол Айсұлу, сізге де жүрекке аттым. Сол. Хамиша мырза, сізге де көп рахмет. Arkadaşlar маған жазыңыздар, мені жазып жатыр студенттер. Тамам, біз сіздерді іріктеп алатын боламыз. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар. Сол. Барлықтарыңызға рахмет. Обязательно жазыңыздар. Мынаны жібереміз. Сонымен енді Түркияда көріскенше барлықтарыңыз, де? Сол. Осымен бітірейік. Сау болыңыз.